достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Динара Ибраева и бүгінгі Шала Қазақ ТВ каналының гороскоптар тематикасының бас қахраманы ретінде мен бүгін әңгімені козерогтар, яғни тауышкілер туралы әңгімені бастайын деп тұрмын. Себебі в действительности козерогтар лично менің өмірімдегі ең главный знак зодиакалардан бірі болып, как говорится, мен өзімде в каком-то смысле козерогпын, мен асцендентім козерогта. Бұл адамдар действительности біздің өмірімізге, по-честному айтқанда, дисциплинаны, әрбір жұмысты до конца істеп, с ответственностью, любой нәрселерге қарау өнерін, характерін, тағы да любой нәрсені до формата перфекциониста жеткізуге үйрететін особенно знак зодиакалардан бірі болғандықтан, мен лично өзім өте керемет жақсы көремін козерогтарды. Солайша, нечаянно осы видеороликтегі идеялар өзіңіз козерог бола тұра маған ұқсамайдыр деген ойда болсаңыз, сіздерді предупреждать етейін. Әрқашанда өзіңіздің туған жылыңызда, восточный гороскопыңызда, асцендент, лунный гороскоп, естественно, солнечный гороскоп, алған тәрбиеңізді, характеріңізді, в общем, интроверт, экстраверт сияқты барлық характеристикаларын барлығын қосқанда өзіңіздің индивидуальный характеріңіз формироваться етілуіне де көзіңізді жеткізіңіз. Себебі бұндай роликтерде айтылатын әңгімелер, в каком-то смысле дұрыс бола келе тұрады сіздерге, 100% қандайдыр осы сізсіз дейтін посылды сізге жеткізбейді демекші. Бірінші декада 22-30 декабрь аралығында туғандар планета Юпитерге бағынышты, бейімді, дипломатты, жүректі, тағы да сыпайы характерге ие болған адамдар, с другой же стороны, практикалық жетістікке әрқашанда жүргісі келетін характері іштегі тұрақсыздығымен конфликтке түсіп отыратын адамдардан болады. В идеальном состоянии бұл козерогтардың характерлерінде ең жақсы характеристикалар жиналған болып, яғни қонақжай, биязы жұрттың арасында әрқашанда жақсы адам болып көрінейінші деп стремиться ететін бұл жақсы адамдар, инстинктивно жұрттың барлығынан істейін деп атқан настроениялары болсын, или энергетикасы болсын, солардың барлығын түсініп, әрқашанда адамдарға бірінші болып бескорыстно көмектесуге интілетін адамдардан бірі болар екен. Ал түсініп тұрғаныңыздай, өздеріне өте жақсы көрінетін адамдармен болатын болса, олар өзгеше әзіл манерінде араласатыны болады. Бұл декадада туылған асыл затты адамдар өмірдегі қарапайым жағдайларды, ситуацияларды с достоинством рақат алуға дайын дары адамдардан болады. Адал болып келетін бірінші декадада туылғандар өмірде болсын, жеке, әлде жұмыста болсын, ешқашан өтірік айта алатындардан емес екен. Тағы да оңайлықпен жұмыстегі барлық нәрселерге көнігіп кете алады. Негативті қалетті болса, тұрақсыз, мақсатты, әлсіз, тағы да әрбір адамдан айтқандарын өлген күннен істей беретін, точкасы жоқ адамдар ретінде бізге көрінуі мүмкін. Жұмыс саласында бұндай негативті козерогтар өздерін ұялшақ, әлде қорқақ адамдар сияқты көрсетуі мүмкін. Сонымен астрологтардың заключениесіне қарағанда, дүниенің патшасы ретінде болып келетін бұл козерогтар на самом деле өмірде особо париться етпей өмір сүрулеріне көмектесетін качестволар өздерінде уже заложены екен. Просто соларға следовать етіп, соларды одан да жақсы оттачивать ететін болса, бұл өмір оларға большой рай болып көрінуі мүмкін, если очень постараться. Ал кемшіліктерінен болатын болса, әрбір жағдайларды близко к сердцу воспринимать етіп, оларды бостықпен қабылдап алуын еске түсіруге болады. Как говорится, шілей адам жақсы болса да, бұл өмірде жетістіктерге жетсе ала бермейді демекші. Ал аса мейірімді характеріне, мінезіне арқасында любой бір адамдарға көмектесе алатын, любой бір адамдарға әрқашанда
супергерой сияқты өмірлеріне вторгаться ететін бұл адамдар именно осы асыл заттығы арқылы өздері өмірде ұтылып қалатындары болады. Екінші декада 31 декабрь 9 январь аралығында туғандар планета Марсқа батыл, берікті, тағы да шығармашыл сипаттарға ие адамдар ретінде болады. Олардың эмоционалды ұмтылуы әрқашанда практикалық ақыл оймен конфликтке түсер екен. Тағы да козерогтардан бастапқы жағымды қасиеттерін еске түсіргенде, олардан әрбір жұмыста ақырына дейін жеткізу талантын еске түсіруге болар екен. Как говорится, өз күштерінің шекараларын білетін бұл индивидуалистер оны қалай жеңіп, откорректировать ету керектігін де білетін адамдардан болар екен. Тауышкелер өз жұмыстарын ақырына дейін жеткізу мұқтаждығымен ықыластарын қосып алатын болса, любой жұмыстарда өздерін көрсетіп алу мүмкін. Интуитивтік дәрежеде дамыған жанқияр, жан ашу мінездері әрбір адамның положениясына кіру қасиеті арқылы любой бір скопление адамдардың ішінде өздерін бір жақсы супермен сияқты көрсетіп алу мүмкін екен. Негативті қалеті деспоттығында, тағы да тартысыздығында жасырылған болады. Тағы да ашуды, қызғаныш, ашкөздік сияқтыларға берілуі мүмкін. Ал жұрттан изоляция, істейм деген потребностесі болатын болса, ақырында бір өзі у разбитого корыта қалып қоюлеріне, яғни жақсы преданный достарын жауға өзіне айналдырып алып, полностью жалғызда қалып қоюда мүмкін екен. Солайша бұндай критичный қалеттерден қашу жолында ол просто өзінің кемшіліктерін действительно по-мужски мойындап, оны жақсылыққа бағыттау ретінде төмендегілерге амал ажырату керек екен. Яғни, деструктивтік ойдарын, шыдамдылық, мейірімділік, тағы да адалдылық сияқты мінездерін дамытатын болатын болса, жетістікке жеткізіп алу мүмкін. Ішкі гармониясын сақтау ретінде болатын болса, артықша энергиясын жұмыста адамнан кешке шейін отыра бергенде емес, наоборот, таза ауаға шығып, физкультурамен заниматься етіп, әртүрлі ойындармен айналысып, өзіне day-off'тар беріп тұратын болса, конечно же, гармонияға жетісіп алу мүмкін. Обычно бұл козерогтар бірақ хоббиге ие болғандықтарына болатын болса, өз қарастарын басқа хоббилерге де қарату керек екен. 3-ші декада 10-20 январь аралығында туғандар күнге бағынышты болып, олардың характерлерінде тұтастықтық, адалдылық, тағы да беріктілікті байқауға болар екен. В идеале бұндай адамдар ең күшті характерге ие бола тұра, ол арқылы 3-ші декадада туғандар любой бір өмірдегі жағдайлардан позитивный жерлерін алып алып, согласно своим нуждам оны подстраивать етіп, өмірден действительно өздеріне керек нәрселерді алып алатын, я возьму свое дейді, күшті знак зодиакалардан болар екен. Оңай қылып айтқанда, 3-ші декададағылар амбициозный адамдар. Өзіне деген құрметі жоғары, практикалық құндылықтарды түсінетін, ақшаны любой жерден зарабатывать ете алатын адамдардан болады. Негативті халетте тәкаппар, басқару ұмтылуы қатандықпен, тағы да қайырымсыздылықпен кіріп келеді. Ақша зарабатывать ету өнері болатын болса, ашкөздікке. Сондықтан бұндай дәрежеге жеткізбестік жолында 3-ші декададағылар өздерін парасаттарына сүйеніп, тұрақтыл мінезіне қарайтын болатын болса, жетістікке шығу мүмкін. Шыдамдылық, кешірімділік жақсы дамымағандықтан онда түзелу керек. Солайша басқа күнге бағынышты адамдар сияқты мейірімділігімен, бейімділігімен ажыралып келетін козерогтар оны жақсылап тұрып дамытатын болатын болса, плюс артықша басқа адамдар, извне адамдар, оларды өздеріне сендіріп, внимание ажырататын болатын болса, бұндай действительно адал, ержүрек козерогтар
hech qachon qarz bo'lib qolib, o'zlarining благодарностьlarini tez arada berib olar ekan. Bu dekadada rekord sondagi yulduzlar soni bo'lsa, yana bir ret bizga shundoq yaxshi siyosat ekanligini ulgu bo'lib olar ekan. И в заключение bugungi istagan Козерогlar turali videorolik sizlarga yoqqan chog'da like, kommentariy, подписываться etularingizni so'rayman. Sonda Shala Qozoq TV kanalida odamda ko'proq videoroliklar chiqaveradi. Alday hozir bo'lmasam, пока-пока. Arrivederci.